Жалпы көбісі парфюмді әртүрлі пайдаланады. Мысалға, біреулер былай пайдаланады. Негізгісі аспанға сетті, сосын осыған шомылады. Сіз қалай пайдаланасыз? Ла-ла-ла-ла, но подпевка, там что-то бірдеңе, енді ол аранжировщикке байланысты енді. Айтпақшы, әннің тақырыбы иә деп қойды. Түсіндіре кетейін. Өйткені қазір көп қыздар, жігіттер түрі онша емес, мына жерім дұрыс болмайды, өз-өздері қажиды, бірақ көбінесе қыз балаларына арналады. Жүзіңді жасырып, жүресің неліктен, бәрінен әдемі, бәрінен көріктең. Құрметті достар, сіздермен көлік жуу орталығымен таныстырғым келіп отыр. Нұр-Сұлтан қаласы Алаш 7А көшесі бойынша орналасқан Royal M көлік жуу. Көрейік. Жігіттер тұрғы. Мінекей, автокөлік жуудың иесі Қайрекеңді көріп қалдым. Қайреке, ассалаумағалейкум. Көңіл келдеріңіз қалай? Бәрі жақсы ма? Келіп қалдық сіздерге де. Все, 10 минутта жуып тастады. Келіп тұрыңыздар, сіздерді шақырамын. Рахмет, Алла разы болсын. Берекелі болсын. Амин, рахмет. Бисмиллахиррахманиррахим. Да, Қайрекеңе Алла разы болсын. Керемет автомойкасын ашқан екен. Шын жүректен ризамын. Так. Біздің Нұр-Сұлтан қаласында осындай керемет көше бар. Келем деген кісілер болатын болса, осы көшемен қыдырта аламын. Ғылмани мешіттің қасында. Керемет әдемі. Я сенің көзіңде, я сенің сөзіңде, я сенің жүзіңде, я сенің өзіңде әдемі ғой дейді. Бәрінен ғажапсың, бағалай білгенге дейді. Дәл осы әнімізбен не айтқымыз келді? Адам баласында тек қана жақсы сөздер айтатын болсаңыздар, адам баласы позитивні, күшті болып жүреді. Бізде осы я сенің өзіңде, я сенің сөзіңде әдемі ғой деп жатқанымыз сол себеп. Баршаңызға үлкен рахмет. Мен Асан Абдырайым. Бізбен бірге болыңыздар.